Баршаңызға ассалаумағалейкум. Біздер канализация жүйесін түгелдей бітіріп шықтық. Бәрі ойдағыдай. Көріп тұрғандарыңыздай уклон бар. Су ағады, тексеріп көрдік. Су еш жерде тұрып қалмайды, жиналып қалмайды. Судың бәрі ағып кетіп жатыр. Ең биік нүктесінен бастайық. Мынау көріп тұрғандарыңыз бұл умывальниктің орны. Келесі жаман иістерді тартып тұру үшін осындай одышка жасап кеттік. Мынау фундаменттің ортасын ойып салған себебіміз ертең үйді кірпішпен өргенде кірпіштің арасымен бұл кіршаға шығып кетеді. Кіршадан ішіндегі жаман ауаның бәрін тартып тұратын болады. Сол себепті осылай ортамен жіберуді шештік. Кейбіреулер үйдің ішімен немесе сыртымен жібереді. Бұл нұсқа маған ұнаған жоқ, жаман көрініп тұрады. Сол себепті осындай вариантқа бардық. Стенаның арасымен осылай кетеді. Келесі мынандай темір хомутты қолдандық. Өте мықты қатырлады. Пластмасс киіліп тұратын хомуттар бар. Ондай хомут қолданбауды ұсынамын. Өйткені ол шығып кетуі мүмкін, немесе уақыт өте келе сынып кетуі мүмкін. Ал мынау металл хомут, бұны қойдыңыз. Бұл жайлы ұмыттыңыз. Бұл өмір бойы осылай кетеді. Өте мықты. Повороттарды 45 градустық поворотпен бұрдық. Келген су тоқтап қалмайды. Келген жылдамдықпен ағып кете береді. Бұл канализацияға 3 метрлік, 2 метрлік және 1 метрлік жүздік труба қолдандық. Трубаның диаметрі жүздік. Қалыңдығы 3,2 мм. Және арнайы аппаратпен фундаментті осылай тестік. Тескен жерде пена құйып тастадық, қозғалмау үшін. Келесі бөлме столовойдамыз. Бұл жерде бір умывальникке орын тастап кеттік. Және де бәрі аккуратно тесілген, көріп тұрғандарыңыздай. Ешқандай сынған жері жоқ. Уклонмен уже фундаменттің ортасына кеп қалдық. Келесі санузелдеміз. Бұл жерде ванна болады. Сол ваннаға арнап осылай 50-лікпен қалдырып кеттік. 50-лік диаметрдегі трубамен. Аузын жауып тастадық. Мына бетінде кіршікісі бар. Сонда да ешкім ашпасын деп бетін скотчтап тастадық. Келесі бұл труба. Екінші этажға кететін труба. Санузелдің үстінде екінші этаж тағы бір санузел болады. Мынау линия. Соған арнап қалдырып кеттік. Бұл да стенаның арасымен кететін болады. Кірпіштің арасымен өріліп кетеді. Мына жерлерді өрген кезде раствормен толтырып жібереміз. Бәрін бірдей қылып осылай кетеді. Келесі мына жерде унитаздың орны. Унитаз қойылады болашақта. Мына жер умывальниктің орны. Бұл да 50-лік труба. Барлығы 45 градустық углдар қойылып шықты. Ал мынау соңғы нүктедегі 50-лік труба. Бұл кір жуу машинасына арналып қалдырып кеттік. Ал мынау судың трубасы.
Бұны да сразу бәрін дайындап кеттік бірден. Мына жерде қазып, су бәрі кетіп тұр. Суды жалғап жібереміз. Мына жер соңғы нүкте, далаға ағып кететін жер. Мына жерден келеді, уклонмен келеді су. Мына жақта бәрі уклонмен, көріп тұрғандарыңыздай. Осылай келіп, мына жерден шығарып қойдық осылай. Болашақта байна қазылып, ана жерде канализация түседі, сол жерге апарып жалғанады. Бұны да сыртын пенамен жағып тастадық. Қозғалмайды, осылай қалады. Және де айта кететін жайт, осылай канализация жүргізбес бұрын барлық нүктелерді анықтап алған дұрыс. Қай жерге унитаз түседі, қай жерге раковина түседі. Соған қарап, мынандай трубаларды аламыз. Мысал ретінде көрсетейін. Мына жерде бізде отдышка тұр. Содан бастап углға дейін мына труба 3 метрлік труба. Осылай есептеп алдық та. Мына жерге жақындағанда мынандай 1 метрлік трубаны қойдық. Оны кестік. 20 сантиметр артылып қалды. Осылай бұрылады. Ұзын линия кетті. Бұл жерге 3 метрлік осылай трубаны қойдық. Одан кейін мына жерде бізде тағы бір раковина болады. Бұл жерде мынау труба, бұл 1 метрлік труба болды. Мына жерден жалғанда да 1 метрлік трубаны қойдық. Раковинаның орны 3 метрлік труба келді. Мына жерден жалғадық. 2 метрлік трубамен келесі отдышкаға дейін 2 метр. Сол себепті біз 2 метрлік труба қойдық. Одан кейін 3 метр. Отдышкадан кейін 3 метрлік труба. Мына жерден бітет труба келесі. 1 метрлік труба жалғадық. Ваннаның орнына дейін. Ванна мен отдышканың ортасы 2 метрлік труба қойдық. Осылай есептеп бәрін қанша материал кетеді, осылай есептеуге болады. Мысал ретінде үйдің ені 16 метр болса, 16 метрге есептеп барлық трубаны 3 метрлік қылып алуға болмайды. Өйткені кесесіздер, кесілетін жерлер болады. Мынандай жерлерде сол кезде кесілген бөліктер кейін жарамай қалуы мүмкін. Солай ақшаңыз босқа кетеді. Сол себепті бәрін есептеп, неше метр 3 метрлік труба алу керек, неше метр 2 метрлік труба алу керек, және неше метр 1 метрлік труба алу керек. Сол кезде отход дейді ғой, отходыңыз азаяды, ақшаңыз да үнемделеді. Біз осының бәрін осылай есептеп шығардық. Көріп тұрғандарыңыздай, материалға 53 мың теңге, ал сантехниктардың қолақысы 70 мың теңге болды. Жалпы бұл кәріз жүйесін жүргізуге 150 мың теңге қаржы жұмсадық. Канализацияны толықтай бітірдік. Енді келесі қадам ішін құммен толтыратын боламыз. Келесі видеода мен сіздерге ішіне қанша куб құм кетеді, қалай есептейміз, сол жайлы айтатын боламын.
көріп тұрғандарыңыздай жартылай әр бөлмеде жартылай құмдар тасталған. Бұл подушканы қазған кезде шыққан құмдар осылай ішіне тастадық. Ішін толтырған кезде ақшамызды осылай үнемдеуге болады. Достар, егер видео ұнаса лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Достарыңызбен бөлісіп арнаға тіркеліп кетіңіз.